Ерте тас дәуірі Қазақстан территориясында. Палеолит. Ерте төменгі палеолит. Біздің заманымызға дейінгі 2.500.140.000 жылдықтар. Құрметті оқушылары, бүгінгі сабағымызда біз жер бетінде аса ұзаққа созылған алғашқы тарихи кезең тас дәуірі жөнінде кең мағлұмат ала отырып, тас дәуірінің кезеңдерге бөлінуі, соның ішінде ерте тас дәуірі, яғни палеолит кезеңінде Қазақстан аумағында өмір сүрген ежелгі адамдардың тұрақтары және сол жерден табылған тас құралдардың ерекшелігі туралы мәселелер мен Қазақстан табиғатындағы өзгерістерді қарастырып өтеміз. Адамның алғашқы еңбек құралдары тастан жасалған. Сондықтан да аса ұзаққа созылған алғашқы тарихи кезең тас дәуірі деп аталады. Тас дәуірі адамзат тарихындағы маңызды кезеңдердің бірі. Бұл кезеңде адамның дамуы, икемі мен мінез-құлқы, еңбек құралдарының жетілуі қалыптасты. Еңбек құралдарын, тас өңдеу әдістері мен бұйымдарының жетілуін зерттеген археологтар тас дәуірін үш кезеңге бөледі. Палеолит, көне тас ғасыры, мезолит, орта тас ғасыры және неолит, жаңа тас ғасыры. Өз кезегінде палеолиттің өзі үш кезеңге бөлінеді. Ерте палеолит біздің заманымызға дейінгі 2.500.140.000 жылдықтары. Орта палеолит біздің заманымызға дейінгі 140.000 жылдықтары. Кейінгі палеолит біздің заманымызға дейінгі 40-12 мың жылдықтары. Бұл кезеңнің әрқайсысы неғұрлым жетілген еңбек құралдарымен ерекшеленеді. Ерте палеолит адамының Қазақстандағы іздері. Бүгінгі таңда Қазақстан жері Евразия құрлығындағы палеолит мәдениеті таралған орталықтың бірі болып саналады. Ғалымдардың пікірі бойынша Қазақстанға ежелгі адамдар шамамен бұдан 1 миллион жыл бұрын Европа мен Азиядан келіп қоныстанған. Олар өмір сүрген уақыты жағынан алғанда Петекантроптың замандастары еді. Мұны Қазақстанның оңтүстігіндегі Қаратау жотасы мен Арыстанды өзенінің бойынан табылған сол заманның тас құралдары дәлелдейді. Өлкедегі ежелгі адамдардың қоныстануына қолайлы жердің бірі оңтүстік Қазақстан аумағындағы Қаратау жотасы болды. 1958 жылы белгілі археолог Хасен Алпысбаев оңтүстік Қазақстаннан Тараз қаласы маңындағы Қаратау жотасынан тас ғасыры адамының көптеген тұрақтарын тапты. Олардың ең бастылары ерте палеолиттік, бөріқазған және тәңірқазған тұрақтары. Қазақстандағы ерте палеолит ескерткіштері. Ерте палеолит ескерткіштері Қазақстанның оңтүстігіндегі Қаратау жотасы мен Арыстанды өзенінің бойындағы Бөріқазған, Тәңірқазған, Қызылтау, Қарасу, Шабақты, тағы басқа деген жерлерден табылған. Ерте палеолит адамдары қатты тастар мен жұмсағырақ тастарды өңдеген. Олар көп жағдайда өзендегі кәдімгі жұмыр тастарды пайдаланғандықтан, мұндай тас өңдеу әдісі жұмыр тас мәдениет деп аталды. Сонымен бірге еңбек құралдарын жасауда отқа қыздырған кезде жүзі өткірленетін қасиеті бар, әрі өңдеуге қолайлы шақпақ тас, кварцит, обсидиан, тақтатас пайдаланылған. Ежелгі адамдар Қаратау жотасының тас қалқасындағы қолдан жасалған үңгірлерді паналап, жаңбырдан және жыртқыш шаңдардан қорғанған. Бұл жерде шақпақ тастар көптеп кездеседі. Қаратау өңгірінің тұрғындары жұмыр тастың сүйір жағының екі бетінде қашап, чаппалинг деп аталатын қару жасай білген. Бұл қарулар Африкадан, Үндістаннан, Қытайдан табылған еңбек құралдарына ұқсас болып келеді. Шу өзенінің оң жағасындағы Қазанғап шатқалынан осы дәуірге жататын тағы бір ескерткіш табылды. Мыңдаған жылдар бойы қабатталып жиналған саз бен құм басып жатқан тұрақтан 300-ге тарта тастан жасалған заттар, тас жаңқаларынан дайындалған кескіштер қазып алынды. Ерте палеолиттегі Қазақстан табиғаты. Ерте палеолит кезеңінде Қазақстан климаты мүлдем басқаша болды. Таулар аласа болғандықтан, оңтүстіктен Үнді мұхитынан Қазақстанға ылғалды жылы ауа кедергісіз еніп тұрған. Жиі жауған жылы жаңбырдан алуан түрлі өсімдіктер қаулап өсті.
Қазіргі жусан қаптаған, жазы ыстық, қысы суық шөлді аймақтарда бұрын субтропиктік ормандар жайқалып тұрды. Мұнда әртүрлі жануарлар мекендеді. Аңғарларда, суы мол өзен көлдердің жағасында пілдер, шөбі шүйгін, кең байтақ шалғындарда үйір-үйір жылқылар жайылып жүрген. Солтүстікке қарай Алтай тауының етегінде мамонт, мүйізтұмсық, үңгір аюы, алып бизондар мен бұғылар тіршілік етті. Оңтүстіктегі ормандар мен алаңқайларда бұлан мен маралдың бірнеше түрлері, шөл және шөлейт жерлерде түйелер жайылды. Далалы жерлерде қарақұйрық, бөкен мен құлан үйір-үйірімен жортып жүрген. Тауларда тау ешкі және арқар тіршілік етті.